Ассалаумағалейкум. Құрметті сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Бүгін ақпанның 28-і қыстың соңғы күні. Бізде осындай қар. Бүгінгі видео. В общем, стройка бізде. Мына жерді балапандарға дайындағалы жатырмын. Біраз жұмыстар істеп тастадым жаңа. Енді мына жерге короб істейтін боламын қазір, ішіне балапандар тұратын қылып. В общем, қораны балапандарға дайындаймыз. Мына жерде тұрған барковский тауықтарды ар жаққа шығарып жібердім. Домашний тауықтардың қасына қосып қойдым. Пока ертең оларды апарып тастаймын қалаға. Егесіне. Пока сол жерде тұрады. Оған дейін мына жердің бәрін реттеп балапандарға тұратын жылы қора істеу керек. Неге бұлай қора істеймін деп шештім? Өйткені былтыр балапандар көп шығардым, тар жерде тұрды. Өшім кішкене әбір шығып қалды. Сол себептен биыл осы бір 3-3 помещение ғой, 3-3 қора. Осы жерді чисто сол балапандарға арнайым деп шештім. Өйткені қазір 60 шақты балапан бар. Ертең ар күні тағы 40 шақтысы шығады. Өткенде бір кісіге өтініш айтқам, сол кісі шығарып беріп жатыр. Ол жақтан келеді. Еще тағы бір партия салып қойдым өзім. 75 жұмыртқа. Ертең одан 9 шығады. Соның бәріне поэтапно өсетін қора дайындау керек. В общем, мендегі план брудерді алып кеп қоям негізі осы жерге. Бір 2 брудер тұрады. Бір айға дейін сол брудердің ішінде ұстайтын болам балапандарды. Уже бір ай толған кезде, міне осы жерге кеп осының ішіне ұстаймын. Бұлай тұрмайды ғой, мына жақтың жан-жағын бәрін жауып, в общем, жылтып қоям ғой ол жерде. В общем, бір айда осының ішінде тұрады. Одан кейін осы жерге жібере бастаймын өскендерін. Ешқандай ішіндегі шөбін несін тазаламаймын. Осылай тұрады. Өйткені ақырындап балапандарда иммунитет құрылу керек қой. Осындай тауық қораға деген сияқты, инфекцияға деген сияқты. Сол себептен ешқандай ештеңе тазаламаймын. Осылай 2 ай болғанда ма, примерно осы жерге жібере бастаймын. Оған дейін ала жаса күнде жылып қалады. Может, далаға қоямын, одан кейін көре жатармыз. А так, пока күн суық кезде осы жерге орын дайындап, осының ішіне ұстайтын боламыз балапандарды. Алдағы уақытта да мен сразу өзгертпейтіндей қылып істегім келіп тұр. Өйткені үлкен қора салған күннің өзінде ертең маған по-любому сол балапандар ұстайтын осындай қора керек болады. Сол себептен осы жер, скорее всего, сол балапандарға қалатын болады. Жалпы бүгінгі, ертеңгі, одан кейін арғынғы план осы. Сол жұмыстан босап кішкене осы жұмыстарды істейтін болам. Сол бастап кеттім, жаңа біразын алып тастадым. Тоқтардың бәрін дұрыстап жалғап, мына жаққа алып келеміз. Сосын бисмилла деп үйде шыққан балапандарды осы жаққа алып келетін боламыз, көшіреміз өші. Алла жазса, сондай пландар. В общем, осындай короб болды ғой мына жер. Осындай ұя болды балапандарға. Сағат түнгі 11:30 қазір. Жаңа шай тамақ ішіп алып, біраз тағы жұмыс істедім. В общем, мынау бірінші этаж. Жақта екінші этаж. Площадь әжептәуір болды мына жерде уже. 50-60 балапан смело тұра береді. 1,5-2 айға дейін. осындай
үйде ламинаттар болған ескі. Сыртын сондай ламинатпен қаптай салдым. Ойлаған пленкамен істей салам ба деп. Сосын пленка деген не серьезный болатын болғасын. Осылай ламинатпен ұрып тастадым. В общем, ертең тоже мына жерге есік істеймін, мындай ашылып жабылатын астына. Сонымен балапандарды алып кетіп, астына шөп төсеймін, кормушкасын қоямын. Нефильный поилка қоятын шығармын, мысалға көрем. Жылы болады оны по-любому. Сонымен бүгінгі шаруа бітті, қалған ертең бітіріп, іштегі балапандарды осы жаққа көшіріп тастаймын, екінші этажға. Алла жазса. Сонымен ана брудерім босайды, ертең как раз 40 балапан келіп жатыр. Сол балапандарды брудерді ұстаймын біраз тағы, 1-2 апта. Сонымен солай лақтырып отырам. В общем, осы жер болады. 2 этажға біраз кетеді уже. И мына жерден де тоже сондай. Осы бұрышқа 2 этаждық ұя істейтін шығармын тоже. Көреміз. Мына ұяны алған жоқпын. Ол қалды. Осының біреуіне кешегі жатқан құрық тауық жатсам. Былтырда осы шеткіде жатқан. Или может көрем үстіне бір площадь істеп кеңдеу жерге жатқызам ба көрем, в общем. И төбесіне жылтып лампочка қосып қоям. Тоже. Сосын мына жаққа осындай жерге инфракрасный лампа қоям ертең. Керамический жылытқыш, оны алып тастаймын пока. Инфракрасный лампа қойып қоям. Мына жерге де тоже солай. Енді бұл жер асты пока қатты асықс емес. Балапандар пока жоғары жаққа да сияды. Жалпы сондай бізде инструменттің бәрін суырамыз. Светті өшіреміз. Бүгінге бітті. Мына жақ кәдімгідей жып-жылы. Бізде мынау осындай мамаша болам деп жатқан тауығымыз. Астына бағана жұмыртқаларды салып қойғам. Жақта суып кетпесін деп ертең жатқызып тастаймын, Құдай қаласа. Ертең жатқызып тастаймын, орын дайындап. Так болды, қалғандарының бәрі міне. Өз орындарында. Жалпы бүгінгі біткен тірлік осы болды. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ақылдарыңызды айта тұрыңыздар. Сіздермен болған сол астаналық кішкентай фермер баяғы.